Болжау арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге алдыдағы келе жатқан аптаға әр жұлдыз белгісіне арнайы болжау түсіремін. Тоқты жұлдызындағы көрермендеріме тамыз айының 29 мен қыркүйек айының 4 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін маңызды жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдайда кейбір тоқтыларым қонақ қарсы аласыздар, немесе өздеріңіз бір жиынға барасыздар. Соған байланысты интернет арқылы, ғаламтор арқылы елмен араласу, бір өздеріңізге қажет мәліметтер іздестіретін жағдай болады. Көбінесе сатып алумен, бір зат сатып алумен байланысты, киім сатып алумен байланысты. Сауда орындарына баратын жағдай болады. Бір жиынға қатысуға байланысты өздеріңізге қажет заттар алатын. Немесе үйлеріңізде қонақ күтуге байланысты. Бір іске көңілдеріңіз толады. Сәтті аяқтайсыздар. Бір әйел адаммен арақатынаста бір жағдай болған болса, араласуға тура келген бір іс болса, сол істеріңіз жақсы аяқталады. Бір істің жемісіне ие боласыздар. Ақшалай көмек алатын жағдай. Өздеріңіздің қаражаттарыңызды реттейтін жағдай болады. Шығындарды, кірістерді. Кейбір тоқтыларым сән салондарына баратын, тән сұлулығына көңіл бөлетін жағдай болады. Ол ер тоқтыларым болса да, нәзік жанды тоқтылар болса да. Егер сондай жоспарларыңыз болған болса, сәтті аяқталады. Аптаның басындағы жағдай. Жұмыс орныңызбен байланысты бір уайымдар, жұмыс орнына тұруға, орналасуға қатысты өзіңізге деген бір сенімсіздік мазалауы мүмкін. Табыс көзінде аяқ асты бір уайымдар. Астарында сондай уайымдауға тұратындай себеп жоқ болса да, аяқ асты бір бойларыңызды сенімсіздік мазалайтын күй билейді. Өздеріңізге ұнайтын бір іспен айналысасыздар. Қызмет орнында немесе қолға алған сол айналысатын істеріңізде табыс көзінде біліктіліктеріңіз, білімдеріңіз жоғарылайды. Бір іске қатысты тәжірибелеріңіз артады. Кейбір тоқтыларым жұмыс орындарыңызда жоғарылауларыңызбен байланысты уайымдар болады. Бір өзіңізді астарында себебі жоқ, сенімсіздік мазалайды аяқ асты. Қолымнан келер ме екен дегендей. Сол табыс көзінде бір өзіңізді жан-жағыңыздағы жандар мойындайтын күйге жетесіз. Жақындарыңызбен немесе сол қызметтестеріңізбен бірге бір мақсатқа жету үшін істі қолға алып кірісетін, күш салатын жағдай болады. Аптаның ортасындағы жағдай. Бір өткен уақыттағы жағдайларды еске алатын, арта қалған жағдайларға көз салатын, сондай бір күй бойларыңызды билейді. Өткен кеткенді ойлауға деген бейімділік. Ескі бір заттарды ұмытып кеткен бір көп уақыт пайдаланбаған бір заттарды тауып алуыңыз мүмкін. Көп уақыт араласпай кеткен бір адамдардың сіздің күйіңізге әсер етуі мүмкін. Бір достарыңызбен, туғандарыңызбен, немесе балаларыңыздың жағдайына байланысты кездесу, елмен араласатын жағдай, бас қосып отыратын жағдай болуы мүмкін. Бір нақты бір датаны тойлайтын жағдай болуы мүмкін кейбір тоқтыларымда. Кейде сол өткен кеткен бір жағдайға шектен тыс мән беріп, ойға бататын, артта қалған өмірмен өмір сүруге деген бейімділік артатын күй аяқ асты бойыңызды билеуі мүмкін.
аптаның ортасында. Бір өткен уақытта кеткен еселеріңізді ойлаумен уайымдайтын жағдайға түсетін бейімділік артады бойыңызда. Аптаның соңында бір жағдайдан саналы түрде бас тартасыз. Жаныңызға кейде жағымсыз күй болса да, сол бір жағдаймен қоштасуға, бір жағдайға нүкте қоюға, артта қалдырып алдыға қарай қадам жасауға шешім қабылдайсыз. Бір көңіліңіз толмағанына бола, қызығушылығыңыз жоғалғанына бола, бір ескі әдеттен, немесе бір ескі тұрақты болып қалған жағдайлардан бас тартасыз. Кейде қоныс аударатын жағдай болады тұрып жатқан жеріңізден. Ол енді кейбір тоқтыларыма бір өзгеріс. Ойнап күліп жүріп, бір жағдайды шешесіз, шешімін табасыз. Өзіңіздің икемділігіңіздің арқасында сол күйіңізге бейімделіп кетуге тырысасыз. Алдыдағы бір кедергілерді шешуге. Жаныңызға ауыр болса да, кейде жаныңызға жағымсыз болса да, бір затты жағдайды артта қалдырып, өзіңіздің икемділігіңіздің арқасында жолын тауып шығасыз. Басқа жолды таңдайтын, құжаттарды реттейтін, бір келісім шарттарды, контракты дейді ғой, сондай. Көңіл бөлесіздер сондай жағдайға. Бір адамдармен араласатын, ғаламтор арқылы араласатын жағдай болуы мүмкін. Немесе екінші жерге жұмысқа орналасуға қадам жасайсыздар. Ақшамен бір операция жасайтын жағдай болады. Ақшамен байланысты. Енді биржада ойнайтын деп сондай кейбір тоқтыларыма, егер сондай жағдаймен айналысатын болса, сол орынды болса, сол аптаның соңында биржада ойнауға көңіл бөлесіздер, шешім қабылдайсыздар, қадам жасайсыздар. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында сіз өзіңіздің тілеулеріңіз, тілектеріңіз, бір жалынған жалбарыныштарыңыз жоғарыда қабыл болғанына сенімді болуға шақырады. Үміттеріңізді үзбеуге, қолдарыңызды бір сілтеуге асықпауға, сенімдеріңізді арттыруға шақырады. Жоғарыдағы күштер сіздердің сол бір уайымдарыңыз болса, бойларыңызды мазалайтын, жандарыңызды мазалайтын, барлығын елеп ескеретінін естен шығармауға шақырады. Егер бір жағдай уақытылы, сіз ойлаған уақытта болмай жатса, уақыты келгенде барлығы өз уақытында екенін еске салады. Тоқтыларым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Торпақ жұлдызындағы көрермендеріме тамыз айының 29 мен қыркүйек айының 4 аралығына арнайы болжам. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Табандылықпен күш саласыздар. Бір өздеріңіздің күш салғандарыңыздың арқасында біраз жандарыңыз қиналып барып, бір іске нүкте қоясыздар. Бір жағдайды аяқтайсыздар. Жандарыңыздың мықтылығын көрсетуге тура келетін жағдай болады. Бір өздеріңіздің ескі әдеттеріңізге, жандарыңызға, бойларыңызға, денсаулықтарыңызға зиян,
құмарлық бір қызығушылықтарыңыз болса, немесе жағдайларыңызға, материалды жағдайларыңызға зияны бар бір құмарлық қызығушылықтарыңыз болса, сол жағдаймен қоштасуға, сол қызығушылық құмарлықпен қоштасуға күш саласыздар, табандылық танытасыздар. Бір жағдайды қолдарыңызға алып, өздеріңіздің мықтылықтарыңызды, жауапкершіліктеріңізді, сол алған беттеріңізден қайтпайтын бір қасиеттеріңізді көрсетуге тура келетін жағдай болады. Бір кедергіні шешуге келгенде. Аптаның басындағы жағдайда отбасымен байланысты, туғандарыңызбен байланысты бір өзгерістер болады. Өздеріңізге жақын адамдармен байланысты. Кейбір торпақтарыма қуанышты бір бақытты күйді кешетін жағдайлар, бір себептер орын алады. Кейбір торпақтарым көшіп қонатын, тұрып жатқан үйлеріңізбен байланысты бір өзгерістер, тұрып жатқан жерлеріңізбен байланысты бір маңызы бар өзгеріс орын алады. Бір жағдайды аяқтайсыз. Үйіңіздің бір кейбіреулеріңізге маңызы жоқ, кішігірім бір үйіңізбен байланысты бір шаруаны аяқтайсыз, соңына жеткізесіз. Кейбір торпақтарым туған жерлеріңізге, туып өскен жерлеріңізге барып қайтатын жағдай болады. Кейбір торпақтарым енді жоспарлаған болсаңыздар, неке қию рәсімімен байланысты бір туғандарыңыздың немесе өздеріңіздің бастарыңызда сондай шақыруға, жиынға баратын жағдай болады. Аптаның ортасында бір кейбір торпақтарым бір қуанышты жағдайға қатысты дайындық, күш саласыздар, жүгіретін, күш салатын жағдай. Ал кейбір торпақтарым табыс көзімен байланысты күш салуға тура келеді. Бір күш салып еңбектенген ісіңізге қатысты жетістікке жетесіз, қуанышты бір нәтижеге қол жеткізесіз. Сол табыс көзінде санынан гөрі сапасына көңіл бөлетін күйде боласыз. Ісіңізді сапалы атқарғаныңыздың арқасында бір өзіңізге қуанышты нәтиже болады. Туғандарыңызбен немесе сол жұмыс орындарыңыздағы жандармен бірге бас қосып той тойлайтын себеп болады. Аптаның соңында өзіңіздің бір мүддеңізді қорғау үшін сізде барлық мүмкіндік болады қолыңызда. Қулығыңыз, айлаңыз, тапқырлығыңыздың арқасында бір алдыңыздағы кедергілерді оңай шешесіз. Бір адамдармен араласуға тура келеді. Көп адамдармен араласуға көңіл бөлесіз. Ол ғаламтор арқылы болуы да мүмкін. Бір жаңалық естисіз. Бір адамдарды өзіңіздің қалауыңызға қарай, өзіңіздің ойыңызға қарай, ұстанымыңызға қарай көндіруге қасиетіңіз артады бойыңызда. Аптаның соңында сондай қасиет бойыңызды күнделікті жағдайдан артығырақ бойыңызда артығырақ күйде болады. Бір жаңа істі қолға аласыз. Жаңа бір істі қолға алуда сол өзіңіздің сізге қалай ұнайтынын бір адамдарға түсіндіруге, сіздің қалауыңыз бойынша сол істі атқаруға, дәлелдеуге күш салатын жағдай болады. Бір жаңа істі қолға алатын немесе сол табыс көзімен байланысты жағдайға көңіл бөлесіз аптаның соңында. Өзіңіздің бір мүддеңізді қорғауға. Кейде аптаның соңында бір ер адаммен немесе бойжеткенмен кездесетін, үйіңізге қонаққа келуі мүмкін, бір туғандарыңыз болуы мүмкін. Сондай-ақ бір істі шешуге келгенде өзіңіздің ішкі қорқыныштарыңызбен күресуге тура келетін жағдай орын алуы мүмкін. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында сіз не істеу керек екенін өзіңіз жақсы білесіз. Сондықтан өзіңіздің ішкі түйсігіңізге, ішкі даусыңызға құлақ салуға шақырады. Өзіңізді тыңдап, жаныңыз не қалайтынын.
қолға аламын деген істі кейінге шегермей кірісуге шақырады. Торпақтарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Егіздер жұлдызындағы көрермендеріме тамыз айының 29 мен қыркүйек айының 4 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар, кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай, мүмкіндік келеді алдыңызға. Бір жағдайдың басын ашып алуға, бір шаруаңызға, үмітіңізге, мақсатыңызға қатысты анықтап алуға, анық көріп алуға, айқындық пайда болуына. Бір адаммен арақатынасты шешіп алуға, өзіңізге мәліметтер жинайтын, бір құжаттармен байланысты, құжаттарды реттеуге көңіл бөлетін жағдайлар болады. Көп күш салуды талап еткен, немесе көп күш салуға тура келетін жағдай болады. Соңы көрінбеген, бір көп күш салуды талап еткен, бірақ соңы қалай болар екен деген жағдайға қатысты өзіңізге бір нақтылық пайда болады. Бір уақыт талап еткен, күтуге сабырлықты талап еткен, ұстамдылықты талап еткен бір шаруаңызға қатысты анықтап алуға мүмкіндік келеді, шешіп алуға. Сол бір көп күш салуды талап еткен жағдайға қатысты сын көзбен баға бересіз. Сол жағдайдың шынайы күйіне. Кейде бір күтіп отырған ісіңізге қатысты құжаттар жинайтын жағдай болады. Немесе бір келісім шарт болған болса, енді әркімде әртүрлі. Біреуде бір тапсырыстарыңызбен байланысты, біреуде мекемелермен байланысты. Сол жағдайға қатысты күтуге тура келетін, сол құжаттарды реттеуге көңіл бөлетін жағдай болады. Аптаның басындағы жағдай, шаруаңыз алдыға қарай жылжиды. Бір сәттілік болады, жолыңыз болады. Бір аяқ асты өзгерістер, көбінесе жақсыға қарай, жақсы жаққа қарай өзгерістер болады. Кейде бір 30, енді сондай 30-пен байланысты ойындар ойнайтын егіздерің болса араларыңызда, немесе бір жағдайдың нәтижесін күткен болсаңыздар, сол жеңіске жететін нәтиже кейбір егіздерме бұйырады. Аяқ асты бір күтпеген тосын сый. Кейде бір жағдай қайталанады, бұрын болған бір жағдайлар. Бір қолға алған істеріңізді көбінесе ақшамен байланысты, бір табыспен байланысты істеріңізді жақсы аяқтайсыздар, соңына жеткізесіз. Немесе бір үйдің шаруасындағы жағдайыңыз, жермен байланысты бір шаруаларыңыз болса, жақсы аяқтайсыздар. Аптаның ортасындағы жағдай, бір мақсаттарыңызды жүзеге асыруға қолайлы сәт орын алады, қолайлы сәт туады, келеді. Кейбір егіздермен бір жолдарыңыз болатын жағдай, жақсы мүмкіндік, бір шаруаларыңызда тұрақтылық пайда болады, бір істеріңізді жүзеге асырасыздар. Біраз қолдарыңызға олжа келеді, табыс, кіріс, бір жаңа істі қолға аласыздар. Кейбір егіздерім жаңа бір бастама, жоба жоспарларыңызды жүзеге асыруда. Ары қарай өздеріңізге сол бір жетістік әкелетін шаруаны қолға аласыздар. Егер сондай жоспарлаған болсаңыздар,
бір жоспарлаған сол жобаларыңыздың ары қарай қалай боларын қарастыратын, ойластыратын. Бизнеспен байланысты, сауда саттықпен байланысты жолға шығатын жағдай болуы мүмкін кейбір егіздермен. Аптаның соңында жаңа бір бастама, жаңа қадам, бір бұрын айналыспаған істі қолға алуға көңіл бөлесіздер. Бір ескінің аяқталып, жаңаның әлі басталмаған кезеңімен байланысты бір шаруаны қолға аласыздар, көңіл бөлесіздер. Бұрын бір қадам жасауға сіздің сондай қадам жасауға, жауапкершілік алуға деген дәтіңіз бармаған, қорыққан, бір сенім бойыңызда жеткілікті болмаған іске қатысты қадам жасауға аптаның соңында бойыңызда сондай бейімділік пайда болады. Кейбір егіздерім аптаның соңында балаларыңызға қатысты уайым болуы мүмкін, аяқ асты мазалауы. Бір балаларыңыздың оқуымен байланысты, керек жарақ заттарын алуға қатысты, дұрыс жоспар құрмағаныңызға қатысты, шығындармен байланысты аяқ асты бір балаларыңызға қатысты, немесе сол жаңа бір істі қолға алуға қатысты аяқ асты бір уайым мазалайды жаныңызды. Барлық жағдайды бір жаман жағынан көретін күй пайда болуы мүмкін аяқ асты. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында өзіңізге алуға рұқсат берсеңіз, сіз өзіңіздің сезімталдығыңызды, бойыңыздағы күшіңізді басқаларға беруге деген күйіңізді арттыратыныңызды еске салады. Сондықтан бір тек қана материалды жағынан емес, жақсы бойыңыздағы қасиеттеріңізді арттыруға, өзіңізге көңіл бөлуге, өзіңіздің күшіңізді, кейбір жерде өзіңізді аяуға, жаныңызды, уақытыңызды, күшіңізді аяуға осы апта барысында көңіл бөлуге шақырады. Рұқсат беруге қажет болса, өзіңізге демалыс беруге арасында. Егіздерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Шаян жұлдызындағы көрермендеріме тамыз айының 29 мен қыркүйек айының 4 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай, аяқ асты бір өзгерістер, бір мақсаттарыңызға жету үшін жүгіріп күш салуды талап ететін аяқ асты өзгерістер болады. Жолға шығуға тура келетін жағдай кейбір шаяндарма. Ол өзіңіздің сол үйіңіздің маңайындағы бір мекемелерге, немесе бір өзіңіздің мақсаттарыңызбен байланысты өзгерістерге бола жолға шығуға тура келетін жағдай болады. Міндетті түрде бір алыс жол емес, әркімге әртүрлі. Бір жоспарлаған істеріңізге, шаруаларыңызға қатысты өзгерістер орын алады. Немесе сол жоспарларыңыз бойынша сол бір мақсатқа қол жеткізу үшін жоспарлаған шаруаларыңызға қатысты жүгіріп күш саласыздар. Күш салуды талап ететін апта болады. Жоспарларыңыз бойынша. Екі жерде жұмыс орнында іс атқаратын жағдай, немесе екі істі бірдей қолға алатын, бір уақытта аяқтауға күш салатын жағдай болады. Бір шаруаларыңызды басқа бір жанмен отырып талқылайтын, ортаға салып жоспарлайтын жағдай орын алады. Аптаның басындағы жағдайда өзіңізге демалыс беруге деген бейімділік артады. Осыған дейін жұмсаған күшіңізді қалпына келтіруге көңіл бөлесіз. Ештеңеге зауқыңыз болмайтын, немесе бір күтуді талап еткен, көп күш салуды талап еткен, бір көңіліңіз қалған мақсатқа қатысты
жақсы жаңалық аласыз, бір жақсы мүмкіндік келеді. Сіздің зауқыңыз болмаған бір шаруаға қатысты жақсы нәтижеге ие боласыз. Аяқ асты бәрі бұйырып, бір көңіліңіз қалған іске қатысты жолыңыз болып кетеді. Бір адамдардың мақтауына ие боласыз, мойындауына, бір қолға алған шаруаңызға қатысты. Жақсы жаңалық еститін жағдай болады. Аптаның ортасында бір қиындықты артта қалдырасыз, өзіңізді, жаныңызды мазалаған бір жағдайда. Жаңаға қарай бет алатын, кейде жолға шығатын, бір қыдырып қайтумен байланысты, жолға шығатын жағдай, немесе көшіп қонумен байланысты жол жүретін жағдай, басқа жұмыс орнына ауысумен байланысты өзгеріс. Бір ескіден бас тартатын жағдай болады. Бір ескіні артта қалдыратын. Кейде жай ескі бір уайымдарды артта қалдыратын жағдай болады. Бір сәттілік, бір мықты әйел адаммен кездесу орын алуы мүмкін, немесе араласатын жағдай. Өзіңіздің бір табандылығыңызды көрсетуге тура келетін жағдай болуы мүмкін, орын алады. Жауапкершілік алатын, немесе кең көзқараспен қарап, баға беретін күйде боласыз. Кейбір шаяндарма көшіп қонумен байланысты, егер сондай бір жоспарларыңыз болса, көшіп қонумен байланысты бәсекелестік орын алады. Көшіп қонумен байланысты жағдайда, баспаналарыңызды сатумен байланысты жағдайда, немесе бір іздестірген болсаңыздар, сол жерде аяқ асты бір бәсекелестік, немесе сол жауапкершілік алып, қадам жасауды, нақты бір қадам жасауды талап ететін жағдай орын алады. Ескі бір ісіңізден істі артта қалдырып, алдыға қарай қадам жасауға келгенде нақты бір қадамдар жасауды талап ететін жағдай болады. Аптаның соңында кейбір шаяндарым бірі өздеріңіздің серіктестеріңізбен кездесетін, араласатын жағдай болады. Кейбір шаяндарма басы бос шаяндарма жаңа махаббат, немесе сондай жандарыңызға жағымды адаммен кездесу, араласатын жағдай телефон арқылы. Өздеріңіздің тән сұлулығына көңіл бөлетін аптаның соңында жоспарлаған болсаңыздар, бір кездесуге шақырып аласыздар. Бір адамдармен араласуға тура келетін жағдай болады. Бір таңдау жасауды талап ететін жағдай орын алуы мүмкін. Өздеріңізге бір аяқ асты қызығушылық, құмарлық пайда болады аптаның соңында. Бір жағдайға, бір затқа шектен тыс қызығушылық пайда болады, немесе бір адамға, бір ара қатынасқа, бір келісім шартқа. Кейбір шаяндарым өздеріңіздің бір жолдарыңызды таңдауда, жолдарыңызды қарастыруда, жолдарыңызды іздеуде, өздеріңізге қажет бір мамандықты іздестіруде таңдау жасауға тура келеді. Осы өмір жолдарыңызды іздестірген болсаңыздар, іздеген болсаңыз, ішкі дауыстарыңызға көңіл бөлетін, ойлануды талап ететін жағдай болады. Ойлануға деген бейімділіктеріңіз артады. Бәрін ой елегінен өткізуге, барлық өміріңізде болып жатқан жағдайлардың барлығына жаңадан көзқараспен баға беруге деген бір қажеттілік пайда болуы мүмкін, немесе өзіңіздің бойыңыздағы бейімділік артады сондай. Бір адамдармен арақатынасқа, мақсаттарыңызға көңіл бөлесіздер. Ой елегінен өткізесіз. Кейде бір келген жастарыңызбен байланысты аяқ асты бір кризис күй мазалауы мүмкін, ойға бататын. Келген жастарыңызбен байланысты өздеріңізге келген ақылдарыңыздың артуымен байланысты ойланатын, барлық жағдайға қайтадан баға беретін күй пайда болады.
аптаның соңында сондай-ақ бір ата-аналарыңызбен немесе қарт адамдармен араласатын, көңіл бөлетін, кездесетін, телефон арқылы араласатын жағдай болады. Қарт адамдармен байланысты бір шаруада таңдау жасауға тура келетін. Кеңес аптаға деген осы апта барысында өзіңізді, уақытыңызды да, бойыңыздағы күшіңізді де бағалауға шақырады. Құнын білуге, құнына мән беруге. Өзіңізді мәжбүрлемеуге шақырады. Жаныңыз қаламай тұрған жерде, әрине ол ата-аналарыңызға, қарт туғандарыңызға, бір жақын туыстарыңызға келгенде қатысы жоқ кеңес. Басқа жағдайларда егер өзіңіздің уақытыңызды, күшіңізді шектен тыс пайдалануға деген ниеті бар адамдарды көрсеңіз, өзіңізді бағалауға шақырады. Уақытыңызды да, күшіңізді де. Шаяндарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Арыстан жұлдызындағы көрермендеріме тамыз айының 29 мен қыркүйек айының 4 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар, кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай, бір өзіңізге тұрақты болып қалған ұстанымдарыңызға, немесе бір жоспарларыңызға, бір ескі әдеттеріңізге қатысты аяқ асты өзгеріс болады. Бір күтпеген өзгерістер. Өзіңізді таңғалдыратын өзгеріс болуы мүмкін. Бір жағдайға аяқ асты көзіңіз ашылады. Басқа жағынан көретін. Бір жағдайдан босап шығасыз. Бір қиындықтан босап шығуыңыз мүмкін. Өзіңізді таңғалдыратын бір жаңалық естуіңіз мүмкін. Бір қиындықтарды күтетін, өзіңіздің шынайы немесе өзіңіздің ойыңыздан шығарып алған бір қиындықтарды күтетін күй билейді бойыңызды. Бір өзгерістерді. Сақ күйде боласыз. Бұрын бір орын алған келеңсіз жағдайларды қайталанама деген уайым аяқ асты. Сақтық аяқ асты, шектен тыс бойыңызды билейді. Біреуге деген сенімсіздік танытатын, немесе бір жағдайға сенімсіздік танытатын күйде боласыз. Сондай апта барысында бір сондай күй аяқ асты бойыңызды билейтін жағдай орын алады. Немесе сондай күй бойыңызды билеуге бейімділігіңіз аяқ асты артады бойыңызда. Аптаның басындағы жағдайда қуанышты бір көңіл күйдегі бір жаныңызға тыныштық орнаған күй, өзіңізді бір қамқор күйде сезінетін, бір той-тойлауға себеп болатын қуанышты жағдай орын алады. Қолыңызға табыс келуі мүмкін. Кейде бір үлкен табысқа ие боласыз. Бір мақсатыңыз жүзеге асады. Кейде бір арманыңыз жүзеге асуы мүмкін. Кейбір арыстандарыма керісінше мұнда әсер беретін жағдаймен байланысты. Көпшілікке болғандықтан енді әртүрлі варианттарын айтуға тура келеді. Бір өзіңізге тұрақты болып қалған бір күйіңізге қатысты аяқ асты бір ары қарай нәтижесі қалай болар екен деген, арты қалай болар екен деген бір бұлыңғыр болып көрінген бір істің барысы сізге нақтылық болмағанына байланысты аяқ асты бір жағдайдың барысы қалай болар екен деген, соңы немен аяқталар екен деген бір
сондай бір жағдай орын алады, сондай күйде боласыз. Немесе сол жаныңызды мазалаған жағдайға қатысты соңы жақсы аяқталады. Біреуде ол жұмыс орнында, біреуге жұмыс орнымен байланысты, табыс көзімен байланысты, біреуде оқу орнымен байланысты, немесе бір құрған жоспарларыңызбен байланысты. Мақсаттарыңызға жетуге деген бір мақсаттарыңызбен байланысты бір қадамдарыңызға қатысты жасаған істің барысы қалай болар екен деген, немесе нәтижесі қалай болар екен деген, өзіңізге бұлыңғыр болып көрінген, сондай анық көрмеген бір жағдайдың барысын анық көрмеген, соңы қалай болар екен деген күй пайда болады. Күймен байланысты бір шаруа, жағдай орын алуы мүмкін. Аптаның ортасында бір жеңіске жетесіз бір жағдайда. Бір екі ойды немесе екі түрлі пікірді ауыздықтайтын, жолға шығатын. Бір хабар аласыз, жаңалық естисіз. Кейде хат алатын жағдай болады. Бір заң орындағы немесе бір үстіне сондай бір форма киетін, нақты бір маман иесімен кездесетін жағдай болуы мүмкін, әңгімелесетін. Туғандарыңызбен байланысты, немесе үйіңізбен байланысты жағдайда. Бір біліміңізге көңіл бөлетін, біліктілігіңізді арттыруға көңіл бөлетін жағдай болады. Өзіңізге қажет кеңес аласыз, сондай бір нақты маман иесінен. Арада сенімді әңгіме болады. Өзіңізге беделі бар бір адаммен араласатын жағдай болуы мүмкін. Өзіңізге қажет кеңес алуға. Бір жиынға қатысуға жолға шығасыз, жиынға қатысу үшін. Кейде біліміңізбен байланысты сол сынақтан өтесіз. Сынақ тапсыратын жағдай болады. Немесе сол сынақтан өту үшін біліміңізді арттыруға көңіл бөлесіз. Арнайы бір курстарға жазылатын, қосымша бір сабақ алуға көңіл бөлесіздер. Кейбір арыстандарым көліктеріңізді жөндеуге көңіл бөлесіздер. Техосмотрдан өткізуге, немесе басқа бір құрал жабдық алуға. Аптаның соңында бір жағдайыңыз, немесе бір істің барысы, бір шаруаңыз ары қарай өсіп өркендеу үшін, бір мақсатыңызға жету үшін, ары қарай істі орнынан қозғалту үшін бір жағдайдан бас тартасыз. Ескі көзқарасыңыздан, ескі ұстанымыңыздан, немесе ескі өзіңізге бір құндылықтардан, өзіңізге құнды болған бір жағдайдан. Бір шектеулер орын алуы мүмкін. Бір жағдайға жаңадан баға бересіз, жаңа көзқараспен. Бір істі орнынан жылжыту үшін сол шаруаның барысына көзқарасыңызды өзгертесіз. Бір қажет уақытта керек көмек келеді қолыңызға. Немесе өзіңіз бір адамдарға көмек қолын созасыз. Бір тоқтап тұрған істеріңізге байланысты бір адамдармен кездесетін, орнынан жылжыту үшін араласатын, көбінесе көңіліңізге жағымды араласу, кездесу орын алады. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында өзіңізге жан дүниеңізге көңіл бөлуге шақырады. Өзіңізге жаныңызға тыныштық беретін бір жерлерге баруға, немесе жаныңызға бір сенім беретін адамдармен араласуға. Жаныңыздың күйіне қажет болса, жалғыздықта біраз уақыт өткізуге, көңіл бөлуге шақырады. Арыстандарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бикеш жұлдызындағы көрермендермен тамыз айының 29 мен қыркүйек айының 4 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға.
аптаға әсер беретін жағдай бір сеніміңіз артады, бір шаруаға қатысты. Бір қалағаныңызға қол жеткізуге мүмкіндік пайда болады. Кейбір бикештерме, басы бос бикештерме, жаңа махаббат, бір қуанышты жағдай орын алуы мүмкін. Бір жағдайды бар қалпында қабылдауға деген бейімділігіңіз артады. Кешірімділікпен қарауға. Бір армандауға, ойлануға, ойша барлық жан-жағын қарастыруға деген бір бейімділік пайда болады бойыңызда. Бір шаруаларыңызға, әркімде әртүрлі жағдайға қатысты. Жан-жағыңызға жанашырлық бойыңызда күйіңіз артады осы апта барысында. Кейбір бикештерімде енді жоспарда болса, сәби көтеруге қатысты, сәбилі болуыңызға қатысты жағдайыңызда бір өзгерістер орын алады. Ол енді 1% деуге болады. Кейбір бикештерімде апта барысында кіріс табыс келеді, олжа. Отбасыларыңызға көңіл бөлетін, бір үйлеріңіздің шаруасына көңіл бөлетін, аналарыңыздың жағдайына көңіл бөлетін, аналарыңызбен байланысты қуанышты жағдай, немесе балаларыңызбен байланысты қуанышты жағдайлар орын алады. Өте сезімтал боласыз. Тән сұлулығына көңіл бөлетін жағдай болады. Үйлеріңіздегі бір немесе жұмыс орындарыңыздағы жағдайларыңызды өздеріңізге қолайлы ету үшін күш салатын, көңіл бөлетін жағдай болады. Ол жай ғана бір маңызы жоқ жиһаздарыңыздың орнын өзіңізге қолайлы қылып, өзгерістер енгізу, тұрып жатқан үйіңіздегі немесе жұмыс орындарыңыздағы орындарын ауыстыратын жағдай болуы да мүмкін. Немесе бір шаруаларыңызды өздеріңізге қолайлы ету үшін күш салып көңіл бөлесіз. Бір жағдайларыңыз, шаруаларыңыз орнынан жылжиды, тоқтап тұрған бір шаруаларыңыз. Кейде сәби дүниеге келетін, немесе бір туғандарыңыздың, жақындарыңыздың сәбиімен байланысты жақсы жаңалық естисіз. Бір әйел адамның шаруаларыңызға оң әсері болады. Аналарыңыз болуы мүмкін. Аптаның басындағы жағдайда жақсы мүмкіндік, бір өзіңізге қызықты ұсыныс алатын жағдай болады. Жақсы мүмкіндік келеді. Немесе жақсы бір жаңалық естисіз. Көбінекей бизнеспен байланысты, табыспен байланысты, ақшамен байланысты. Жақсы бір жаңа табыс көзіне қатысты жаңа мүмкіндіктер алатын, қолыңызға келетін жағдай болады. Кейде көп емес болса да біраз кіріс келеді қолыңызға. Оқуға, білімге, біліктілігіңізді арттыруға көңіл бөлесіз. Бір жаңа тәжірибені, сол біліктілікке ие боласыз, бір білімге, тәжірибеге. Бір ісіне жауапты ер адаммен кездесу орын алуы мүмкін. Бір мықты ер адамның көмегі болады шаруаңызға, кейбір бикештеріме. Немесе өздеріңізге сондай бір пайдасы бар кеңес аласыздар. Бір жағдай өзіңіздің жауапкершілік алуға, нақты бір қадам жасауыңызды талап ететін бір жағдай орын алады. Аптаның ортасында көп бос әңгімеге көңіл бөлуіңіз мүмкін. Ол ғаламтор арқылы араласатын жағдай, немесе туғандарыңыздың арасында, жақындарыңыздың, қызметтестеріңіздің арасында араласуға, әңгімелесуге. Кейбір бикештерім өте қиялға, ойлануға көңіл бөлесіздер. Жаңа бір мақсаттар пайда болады. Жаңа бір армандар пайда болуы мүмкін. Жаңа сол бір мақсаттарға жету үшін жоспар құрасыз. Аяғыз бір жаңа қызығушылық пайда болады.
сол бір мақсаттарыңызбен байланысты істе, ұстамдылық, сабырлықты талап ететін жағдай орын алады. Сіздің бір аяқ асты қызығушылықтарға, шығарғыңыз келген шығынға байланысты, бір қабылдағыңыз келген шешімге байланысты ақылға салып, ұстамдылық танытуға тура келетін жағдай орын алады. Немесе сол бір арман, мақсаттарыңызбен байланысты шаруада бір бұйырып кетеді жағдай, сәттілік бұйырады. Өзіңізге қажет көмек келетінін, немесе бір қолдау орын алады. Аптаның соңында күш салуды талап ететін, бір жауапкершілікті талап ететін жағдайда, шектен тыс күш салуға тура келетін жағдайда, қулықты пайдалану арқылы шешімін табасыз. Бір қарыздарыңызбен байланысты жағдайда, кредитпен байланысты жағдайда. Тапқырлық, қулықты пайдалану арқылы бір көп күш салуды талап еткен істе шешімін табасыз. Кеңес аптаға деген өзіңізге не қажет екенін, нені шынайы армандайтыныңызды осы апта барысында өзіңізге мойындауға шақырады. Нені қалайтыныңызға, не керек, не қажет дегеннен басқа жаныңыз не қалайтынына арасында көңіл бөлуге шақырады. Бикештерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Таразы жұлдызындағы көрермендеріме тамыз айының 29 мен қыркүйек айының 4 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар, кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай, аяқ асты бойыңызды бір қызығушылық, құмарлық, немесе қорқыныш, шектен тыс уайымға салынуға деген бейімділік, бір сезімталдық аяқ асты артады. Апта барысындағы бір күнде, немесе бір шаруаға келгенде, шешім қабылдауға келгенде. Кейбір таразыларым сол уайымдарыңызбен байланысты шаруада, немесе бір қызығушылық, құмарлықтарыңызбен байланысты бір іске деген, бір затқа деген, бір затты сатып алуға, немесе бір қадам жасауға деген жағдайдағы қызығушылық, құмарлықтарыңызға келгенде, нақты шешімдер қабылдауға, бойыңызда санадан, сезімнен гөрі санаға салып, ақылға салуға, немесе сол нақты қадамдар жасауға бойыңыздан күш табасыз. Кейбір таразыларым апта барысында жан-жағыңызға кеңес беруге деген бейімділік артады бойыңызда. Бір маман иесімен, немесе бір қатал әйел адаммен кездесу орын алуы мүмкін. Немесе сондай бір қатал әйел адаммен арақатынасқа қатысты уайым аяқ асты мазалайды. Аптаның басындағы жағдайда бір нақты бір мамандық иесімен кездесесіз. Сондай бір маман иесімен, маманның көмегіне жүгіну орын алуы мүмкін. Жан-жағыңызға өте талапшыл боласыз, атқарған ісіңізге қатысты. Бір жан-жағыңыздан өте шектен тыс талапкер боласыз. Үйіңіздегі жақындарыңызға, немесе жұмыс орындарыңыздағы қызметтестеріңізге көтере алмайтын жүкті артуға жан-жағыңызға бейімділігіңіз артады аяқ асты. Балаларыңызға, немесе туғандарыңызға. Бір шаруаны тиянақтауға қолға аласыздар. Барлық шаруаны тиянақтауға, реттеуге. Нақты бір қадамдар жасап, келісім шартқа отыратын жағдай болады. Кейбір таразыларында жұмыс орындарыңызда тексеру орын алуы мүмкін аяқ асты. Басшыларыңыз тексеретін жағдай болуы мүмкін сіздердің атқаратын істеріңізді.
билікке талас орын алады кейбір таразыларында. Бір қатал сезімнен гөрі санамен ойланатын ер адаммен кездесетін жағдай болады. Немесе сондай таныстық, араласатын жағдай орын алады аптаның басында. Өздеріңіз шаруаларыңызға өте жауапты, нақты қадамдар жасайтын, келісім шартқа отыратын, бір санадан сезімнен гөрі санаға бейім болатын күйде боласыздар. Кейбір таразыларым енді жоспарда болса, дәрігермен кездесетін, бір нақты бір келісімге келетін жағдай орын алуы мүмкін. Егер жоспарда болса, аптаның ортасында жолға шығуға тура келеді. Немесе бір кедергілер, шектеулерден арылу үшін, бір шектеулерді шешу үшін күш саласыздар. Бір адамдармен жағдайдың басын ашып алуға көңіл бөлесіздер. Жоспар құратын жағдай болады. Нақты бір жоспарлар, бір шектеулерді алып тастау үшін жолдарыңыздан, бір шаруаларыңызға келгенде. Аяқ асты бір өзіңіздің бойыңыздағы сенімсіздік, уайымдармен күрес орын алуы мүмкін. Аптаның соңында бір жақсы мүмкіндік, қуанышты жаңалық алатын. Ол ғаламтор арқылы болуы да мүмкін. Немесе бір туғандарыңыздан естисіздер. Жаңа таныстық орын алады кейбір таразыларыма. Кездесуге шақыру аласыздар. Немесе бір сыйлыққа ие боласыз. Бір адамдар сізге көмек қолын ұсынады. Немесе өзіңіз көмек қолын ұсынасыз бір адамдарға. Жағдайларыңыз жаңарады. Бір жаңа кезең келеді өмірлеріңізде. Жағдайларыңызда бір шаруаның барысымен байланысты жағдайда жаңару орын алады, өзгерістер. Бір ескіден құтыласыздар, бір ескіні артта қалдырасыз, босап шығасыз. Жақсыға қарай өзгеріс болады. Бір өзіңізге маңызы бар шешім қабылдайсыз, жауапкершілік аласыз. Туғандарыңызбен байланысты бір жағдай орын алады. Туғандарыңызбен араласатын жағдай, маңызы бар бір жаңалық еститін, немесе туғандарыңызбен арада бір маңызды әңгіме орын алады. Кеңес аптаға деген. Қазір өміріңізде орын алып жатқан бір маңызды өзгерістер осы апта барысында орын алатын. Келешекте сізге жақсылықпен пайдасы келетінін қазір көрінбесе де бір өзгерістер орын алған. Келешекте солардың жемісін көретініңізді, пайдасы келетінін, сол алған тәжірибелеріңізден келешекте өздеріңізге қажет шешім жасайтын, бір пайдалы қадам жасауға өздеріңізге қажет сабақ болатынын еске салады кеңес. Таразыларым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Саршаян жұлдызындағы көрермендеріме тамыз айының 29 мен қыркүйек айының 4 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай, алысқа апарар бір жоспар құрасыздар. Бір жағдайдың барысында үмітіңіз артады, сеніміңіз артады, бір жағдайға қатысты, бір шаруаға, іске қатысты келгенде сенім пайда болады ертеңге деген. Бір күйзелістен арыласыз, жаныңыз емделеді, кризис күйден. Бір жағдайыңыз жаңарады. Кейбір саршаяндардың бойларыңызда күштеріңіз артады. Бір қуанышты жағдай, өзіңізді қамқорлықта сезінетін күй, бір өзіңізді қоршаған адамдардың арасында бір сіздің бір жетістіктеріңізді мойындататын жағдай болады.
енді кейбір саршаяндар бір атаққа ие боласыздар, жақсы атаққа. Бір істеріңіздің жемісін көресіз. Кейбір саршаяндардың бір армандарыңызды жүзеге асырасыздар, бір мақсаттарыңызға жететін жағдай. Кейде жай ғана бір шаруаға қатысты айқындық пайда болады, нақтылап аласыздар. Ойларыңызды нақтылап алатын, қалауларыңызды шешіп алатын, не қалайтындарыңызды өздеріңізге шешіп, нақты көріп алатын жағдай болады. Істеріңіздің барысымен байланысты бір нақтылық пайда болады, салған күштеріңізбен байланысты. Аптаның басындағы жағдай, бір жағдайдың, шаруаның, бір істің бірінші жемісін көресіз, бірінші нәтижелері алғашқы. Бір күш салуды талап еткен бір шаруадан біраз жаныңыз қиналып барып құтыласыз. Үстіңізден бір ауыр жүк түскендей күйде боласыз. Кейбір саршаяндарым үймен байланысты баспанамен, немесе жермен байланысты келісім шартқа отырасыздар. Бір шаруада сондай үй сатып алумен байланысты үйді жөндейтін адамдармен келісімге отыратын жағдай болады. Бір жалдамалы қызметшілермен, құжаттарды реттейтін құжаттармен бір байланысты істерге көңіл бөлетін, келісім шартқа отыратын, заң орындарына, мекемелерге, бір үкімет орындарына баратын жағдай орын алады. Үй сатып алатын, жер сатып алатын жағдай, немесе сондай бір құжаттарыңызды реттеуге көңіл бөлетін. Енді кейбір саршаяндарым, егер жоспарда бар болса, некеге отыратын, келісім шартқа қол қоятын, бір құжаттарға қол қоятын жағдай болады. Немесе сондай жерде бір қатысатын. Аптаның ортасында сізді бір уайымдатқан бір жағдайға қатысты ер адамның көмегі болады. Ол өзіңізге тікелей емес, басқа адам арқылы қолдауы, көмегі болады. Бір себі тиеді сіздің жағдайыңызға. Сіз дұрыс баға бере алмаған, сізді уайымдатқан, немесе жаныңыздың мазасын сол қашырған, мазалаған, немесе сол істің барысын бұлыңғыр болып көрінген бір шаруаға қатысты ер адамның кеңесін аласыз. Немесе бір әкеңіз, туған туыс ер адамның оң әсері болады сізді уайымдатқан бір шаруаға қатысты. Аптаның ортасында сондай біраз уақыт жаныңыздан маза қашады, аяқ асты. Бір туғандарыңызбен байланысты бір шаруаға қатысты болуы да мүмкін. Бірақ біраз ғана уақыттан кейін сейіліп кетеді. Көбінесе сол өзіңіз бір шаруаны, бір жағдайдың барысын дұрыс баға беріп қабылдай алмағаныңызға байланысты. Аяқ асты жаныңызда мазасыздық пайда болып, біраз ғана уақыттан кейін сейіліп кетеді. Аптаның соңында үйіңізге қонаққа бір туған туыс әйел адам келуі мүмкін. Өзіңізге жанашыр бір әйел адам. Кейбір саршаяндарым аптаның соңында сондай бір өте сезімтал әйел адаммен таныстық, кездесу, араласу орын алады. Өзіңіздің бойыңызда сезімталдығыңыз артады аптаның соңында. Сезімтал күйде боласыз. Барлығын шектен тыс көңіліңізге жақын алатын күйіңіз артуы мүмкін. Жұмсаған күшіңізді апта барысында, аптаның соңында қалпына келтіруге көңіл бөлесіз, өзіңізге демалыс беруге, бір адамдармен бір мәмілеге келуге, немесе бір жағдайдың барысында өзіңізге қолайлы жағын қарастыруға көңіл бөлесіз. Бір жағдай толығымен шешілмесе де, қолайлы сәтті күтіп, өзіңізге маза бересіз. Бір ойланатын күйде боласыз. Кейде өзіңіздің денсаулығыңызға көңіл бөлесіз.
енді кейбір саршайындарым аналарыңыздың денсаулығына көңіл бөлетін, немесе бір туысқан әйел адамның денсаулығына көңіл бөлесіздер. Кейде сіздің сол денсаулығыңызға аналарыңыздың немесе бір тәтелеріңіздің, жарларыңыздың, егер саршайындарым болса араларыңызда, оң әсері болады. Бір өзіңізді мазалаған бір жағдай болса, сол әйел адамның көмегі болады. Кеңес аптаға деген өзіңізді, өзгелерді, өзіңізді, басыңызда орын алып жатқан жағдайларды жақсы көруге, жанашырлықпен, кең көзбен қабылдауға шақырады. Осы апта барысында барлық жағдайға да, жақындарыңызға да, жан-жағыңызға да жанашырлықпен, кеңдікпен, мейірімділікпен қарауды ұмытпауға шақырады. Саршайындарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Мерген жұлдызындағы көрермендеріме тамыз айының 29 мен қыркүйек айының 4 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар, кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай, үйлеріңіздің шаруасына көңіл бөлесіздер. Кейбір мергендерім ремонтқа көңіл бөлетін жағдай болады. Бір жақсы өзгерістер болады жағдайларыңызда. Бір күтпеген жағдай болуы мүмкін. Сәттілік, бір жолдарыңыз болатын. Аяқ асты бір өзгеріс. Көбінекей жақсылыққа қарай, жақсылықпен байланысты. Жақсы өзгерістер. Кейде бір ұтыс, немесе жеңіс. Кейбір мергендерімде бір жағдай қайталанады. Демалатын, демалысқа көңіл бөлетін, отпускыға шығатын, өздеріңізге отпуск алатын, қыдырып қайтуға. Егер қаланың ортасында тұрсаңыздар, шет жаққа қарай көкке шығуға көңіл бөлесіздер. Немесе бір жер үйде тұратын туғандарыңызға баратын. Тұрып жатқан баспаналарыңызға көңіл бөлесіздер. Ремонтына. Бұрын болған бір жағдайлар қайталанады. Бір қиындықтан құтыласыз. Бір ауыр жүктен құтылғандай, бір шаруадан босап шығасыз. Аптаның басындағы жағдайда өзіңізге бір ұсыныс аласыз. Ол қарастырған бір мәліметтермен байланысты ғаламтордан алатын тиімді бір жолдарын көретін, табатын, егер іздестірген, қарастырған болсаңыз. Немесе жұмыс қарастырған болсаңыз, табыс көзімен байланысты бір шаруада өзіңізге тиімді ұсыныс аласыз, табасыз. Әркімде әртүрлі. Кейбір мергендерім сыйлық алатын, көмек алатын жағдай орын алады. Жұмыс орында өздеріңізге сыйлық, немесе сыйлыққа ие болатын, немесе қызметтестеріңізден бір қол ұшын аласыздар. Кейбір мергендерме бір адам өзінің көңілін білдіреді. Немесе өзіңіз бір адамға көңіліңізді білдіретін жағдай болады. Кейбір мергендерім достарыңызбен кездесетін, үйлеріңізге қонаққа келетін, немесе өздеріңіз туғандарыңызға қонаққа баратын жағдай болады. Өздеріңізге ұнайтын бір істі қолға аласыздар, сондай бір шаруамен айналысасыз. Кейде сол табыс көзінде өсіп, өркендейтін жағдай орын алады. Қызметіңізде жоғарылайтын, немесе басшыларыңыз сіздің бір жетістіктеріңізді бағалайтын жағдай болады. Көбінекей достарыңызбен, немесе сондай бір қызметтестеріңізбен бірге, немесе бір өзіңізге жанашыр
туғандарыңызбен бірге, жақындарыңызбен бірге бір шаруаны қолға алып жүзеге асыруға көңіл бөлесіздер. Аптаның ортасында үйлеріңізбен байланысты бір қуанышты жағдай болады. Уфтеп барып бір қиындықтан біраз жаныңыз қиналып барып құтылатын, үйлеріңіздің шаруасымен байланысты, немесе туғандарыңызбен арақатынаста, туғандарыңыздың бір шаруасымен байланысты бір қиындықтан құтыласыздар. Кейде туғандарыңызбен бас қосып бір той тойлайтын, мейрамдайтын жағдай болады, қуанышты жағдай. Бір қуанышты жағдайды тойлауға себеп пайда болады. Жиынға, отырысқа қатысатын шақырып аласыздар. Кейде қызметтестеріңізбен бас қосып той тойлайтын жағдай болады. Үйлеріңізбен байланысты бір қуанышты жағдай орын алады. Неке қию рәсіміне қатысуыңыз мүмкін, немесе өзіңіздің басыңызда егер сондай жоспар болған болса, жаныңызға жағымды адаммен бас қосатын, неке қиятын жағдай орын алады, той тойлайтын. Кейбір мергендердің туған жерлеріңізге барып қайтатын жағдай болады, жолға шығатын. Аптаның соңында екі істі бірдей қолға аласыздар. Өздеріңіздің икемділіктеріңіздің арқасында екі істі бір уақытта аяқтауға көңіл бөлесіздер. Қолдарыңыздан келеді. Қолдарыңызға алған бір тапсырыстарды, шаруаны оңай аяқтайсыздар. Кейбір мергендерім екінші жерге табыс көзінде жұмысқа орналасасыз. Екі жерден табыс келеді. Бір алдыңызға келген кедергілерді оңай шешудің жолын табасыздар. Бойларыңызда сол кедергілерді шешуге деген қулық да, айла да, ақыл да басым жеткілікті күйде болады. Өздеріңіздің икемділіктеріңіздің арқасында, тапқырлықтарыңыздың арқасында жан-жақтарыңызды қалауларыңызға көндіретін күйде боласыз. Кеңес аптаға деген. Әсіресе екінші жерге жұмысқа орналасуда қалағаныңызға, сол өзіңізге жұмыс берушілерге қалағаныңызға көндіретін тапқырлығыңыз басым болады аптаның соңында, егер сондай жоспар болса. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында қайғыруға, уайымдаудың, қайғырудың қажеті жоқ. Өйткені барлығы өз жолымен жүріп жатыр деп кеңес еске салады. Мергендерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Тау ешкі жұлдызындағы көрермендеріме тамыз айының 29 мен қыркүйек айының 4 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Жерге, бір қаланың сыртындағы үйге қатысты көңіл бөлесіз, бір шаруаға көшіп қонатын жағдай болуы мүмкін. Немесе бір шаруаны артта қалдырасыз. Табысыңыз жоғарылайды. Бір атқарған ісіңізбен байланысты кіріс келеді. Кейде сыйлық аласыз. Кейбір тауешкілерім сыйлыққа ие боласыздар. Кейбір тауешкілерім араларыңызда бір жағдайы жақсы әйел адаммен, бойжеткенмен кездесу, таныстық, араласу, немесе туғандарыңыз болса сондай үйлеріңізге қонаққа келетін жағдай орын алады. Кейбір тәуешкі жұлдызындағы көрермендерім табыс көзімен байланысты өзгерістер болады. Бір мақсатыңызды бұрын бір қызықтырған жағдайда артта қалдырып, басқа өзіңізге қолайлы варианттарды қарастырасыз.
жаңа бір мақсаттарға қарай қадам жасайсыз. Бұрынғы табыс көзінен бас тартып, басқа табыс көзіне қарай қадам жасайтын жағдай болуы мүмкін. Табыс көзімен байланысты бір шаруаны артта қалдырасыз. Немесе қызығушылығыңыз жоғалады сол жағдайға қатысты. Ол әркімде әртүрлі. Көпшілікке арналған болжау болғандықтан өзіңізге сай вариантын қабылдауға шақырамын. Бір шаруадан бас тартасыз. Кейде көшіп қонатын жағдай болады. Аптаның басындағы жағдай күш салуды талап еткен, табандылықты талап еткен бір жағдайда, шаруада өзгерістер болады маңызды. Көшіп қонатын, немесе бір жағдайда аяқтайтын, соңына жетеді бір шаруаңыз. Көп күш салуды талап еткен бір шаруа соңына жетеді. Кейде бір өзіңізге бойыңыздағы зиян әдеттеріңізге нүкте қоясыз, аяқтайсыз. Құмарлығыңызды, сол әдетке деген өзіңізге зиян бір қызығушылық, құмарлық әдетіңізді аяқтайсыз. Күш салған бір ісіңізді, шаруаңызды аяқтайсыз. Аптаның ортасында бір жағдайға көзіңіз ашылады. Бір жағдайды, бір шаруаны айқын көресіз. Басқа тұсынан, бұрын байқамаған басқа тұсынан көруге мүмкіндік пайда болады. Бір жағдайда жеңіске жетсеңіз де өзіңізді жеңілгендей күйде сезінесіз. Көңіліңіз толмаған күйде. Аптаның ортасында сондай-ақ бір адамдарға өзіңізге бірдеңкені дәлелдеймін деп өзіңізге қолайсыз қадамдар, шешімдер қабылдауыңыз мүмкін, қадамдар жасауыңыз. Кеңес ретінде аптаның ортасында ешкімге ештеңке дәлелдеуге келгенде өзіңізге қолайсыз қадамдар жасап қоюға деген әдетке сақ болуға, қадамға сондай жол бермеуге өзіңізге шақырады кеңес ретінде. Аптаның соңында өзіңіздің мүддеңізді қорғауға көңіл бөлесіз. Бір өзіңізге қажеттілігіңізді, пікіріңізді қорғауға, бір дәлелдеуге. Аптаның ортасында сондай біреуге ерегесіп, бірдеңені дәлелдеймін деп өзіңізге қолайсыз қадамдар жасаудан сақ болуға шақырады кеңес ретінде. Аптаның соңында нақтылық пайда болады, айқын көресіз бір жағдайды. Түсінігіңіз артады бір жағдайға қатысты. Бір жаңа жоба, жоспар пайда болады ойыңызда. Өзіңізге сондай бір жаңа жоба, жоспар келеді. Шаруаңызға қатысты, бір ісіңізге қатысты. Барлық жағдайды сын көзқарастан өткізесіз. Бір жағдайды нақты қадамдар арқылы шешесіз. Өзіңіздің екі ойыңызбен, ішкі қорқыныштарыңызбен күрес орын алады. Бір ісіңізге келгенде шешімін табасыз. Бұрын көрмеген шешімі келеді. Өзіңізді мазалаған бір шаруада. Кеңес аптаға деген. Өзіңіз жайында да, осы апта барысында, басқалар жайында да, өзгелер жайында да жаман ой ойламауға шақырады. Шамаңыз келгенше жан-жағыңызды да араласқан. Өзіңіз жайында да жаман ойлар келсе, өзіңізден аулаққа салуға шақырады. Осы апта барысында жақсылыққа, жанашырлыққа, мейірімділікке, жарыққа қарай бейімделуге шақырады. Сіздің жақсы ниетіңізді жан-жағыңыз сезетінін еске салады кеңес. Тау ешкі жұлдыздағы көрермендерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Су құйғыш жұлдызындағы көрермендеріне тамыз айының 29 мен 4 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Тамыз айының 29 мен қыркүйек айының 4 аралығына. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай, мүмкіндік келеді. Бір жаңа жоба, жоспар құрасыз. Жаңа арақатынас, бір серіктестер пайда болуы мүмкін. Өзіңізге бір хатқа бара алатын, жаңалық еститін, телефон арқылы, хат арқылы, ғаламтор арқылы бір жаңалық аласыз. Апта барысындағы жағдай, аптаның басында қарыздарыңызбен байланысты, немесе бір шаруаңызға қатысты жетіспеген суммаға, бір шығындарыңызға қатысты жақсы мүмкіндік келеді алдыңызға, шешімі. Шығындар мен кіріспен байланысты бір уайымдатқан, өзіңізді мазалаған жағдайға қатысты жақсы мүмкіндіктер келеді. Ойыңызды күш билейді. Сол табыс көзін, бір кірісті табыс көзінде қажеттіліктеріңізді шешу үшін сол шаруаны қолға алып, көңіл бөлуге деген бойыңызда күшіңіз артады, сеніміңіз артады. Бір қарыздарыңызбен байланысты мәселені шешуге мүмкіндік болады, пайда болады. Немесе өзіңізді мазалаған бір шаруаға қатысты бойыңызда күш пайда болып шешесіз, немесе жақсы мүмкіндік келеді сол шешуге. Аптаның ортасында кейбір су құйғыштарым шетелге жолға шығасыз. Иммиграция, немесе бір отпускымен байланысты қыдырып қайтуға, шетелге баратын жағдай. Немесе бір шақыруды қабыл алып, бір жиынға барасыз. Өзіңізді көрсетуге көңіл бөлесіз. Ғаламтор арқылы өзіңізге көшіп қону мәселесімен байланысты, баспана ауыстырумен байланысты, немесе басқа бір жұмыс орнына орналасумен байланысты мәліметтер жинайсыз. Құжаттарыңызды реттеуге қатысты. Ғаламтор арқылы бір шаруаға көңіл бөлесіздер. Жолға шығатын, көшіп қонатын, баспананы ауыстыратын, тұрған жеріңізді айырбастайтын жағдай орын алады. Бір шаруаны сәтті аяқтайсыздар. Аяқ асты бір қызығушылық пайда болған шаруаны сәтті аяқтауларыңыз мүмкін аптаның ортасында. Аптаның соңында бойыңызды күдік билеген жағдайға қатысты бір таңдау жасауға келгенде айқындық пайда болады. Анықтап алуға, шешіп алуға мүмкіндік келеді. Бір таңдау жасай алмаған мәселеге қатысты шаруада шешімін табуға. Құжаттарды реттеуге көңіл бөлесіз. Төлемақылармен байланысты, таңдау жасаумен байланысты. Кейбір су құйғыштарым аптаның соңында бір өзіңізге келген мәліметтерге қатысты бойыңызды күдік мазалайды. Ондай жағдайда өзіңізді шатастыратын бір мәліметтер алуыңыз мүмкін аптаның соңында. Сондықтан алған мәліметтердің барлығына тексеріп алуға шақырады кеңес ретінде барлығын. Таңдау жасауға келген жерде сын көзбен қарайтын күйде боласыз. Сын көзбен баға беретін. Кейбір су құйғыштарым аптаның соңында бір сын естігеніңізге бола бойыңызды күдік мазалайды. Бірақ көбінесе бір жағдайдың шешімін таба алмай маңайын айналып жүгіріп,
жүгіргендей күйдегі бір күдік мазалаған жағдайда шешімін табуға мүмкіндік келеді. Нақтылап алуға, бетін ашып алуға. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында сіз өзіңіз ойлағаннан да мықты екеніңізді есіңізден шығармауға шақырады. Ол қандай жағдайға келгенде де кеңес өзіңіз ойлағаннан да мықты екеніңізді естен шығармауға шақырады осы апта барысында. Су құйғыштарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Балықтар жұлдызындағы көрермендеріне тамыз айының 29 мен қыркүйек айының 4 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Күш салғаныңыздың, ісіңіздің сапалы атқарылуына көңіл бөлгеніңіздің арқасында жетістікке жетесіз. Сол күш салған ісіңізде жемісін көресіз. Табыс көзімен байланысты, немесе бір ақшамен байланысты жағдайға қатысты жолға шығасыз. Ол жай ғана бір төлем ақыларыңызды жүзеге асыруға, немесе сол табыс көзімен байланысты бір жұмысқа орналасуға, іс сапармен байланысты жолға шығатын жағдай болуы мүмкін. Күтумен болған, күш салып, күтумен болған шаруаның нәтижесіне байланысты сол салған күшіңіздің арқасында табысқа қолыңыз жетеді. Аптаның басындағы жағдай. Осы апта барысында балықтарым табыс көзіне артығырақ көңіл бөлесіздер ғой деймін. Күш салатын жағдай болады. Табыс көзіне сол қолға алған істеріңізге, бір мақсаттарыңызбен байланысты шаруада барлық сол көңілдеріңізді бөлуге күш саласыздар. Жан-жақты байқап алып барып, өзіңіздің сол тиянақтылығыңызбен ісіңіз сапалы атқарылуына көңіл бөлесіз. Бір шаруаны сапалы атқаруға. Көбінесе ол бәсекелестікпен байланысты бір істе, табыс көзінде шаруаңыз сапалы атқарылуына санынан гөрі сапасына мән бересіз. Бәсекелестікпен байланысты сол табыс көзінде біліміңізді, біліктілігіңізді, тәжірибеңізді арттыруға көңіл бөлесіз. Бұрын бір қолыңызға алуға дайын болмаған бір шаруаны қолға аласыз. Жетістігіңізді арттыру үшін. Бұрын келген табысыңыздан артығырақ табысқа бір жемісіне ие болу үшін қолға алған ісіңіздің. Күрделі істі, шаруаны қолға алуға бел буасыз. Кейде сол қызмет орында, немесе бір салған күшіңізбен байланысты жерде бәсекелестік, талас болуы мүмкін. Жұмысқа орналасуға келген жерде бәсекелестік, сынақтан өтетін жағдай болуы мүмкін. Сынақ тапсыратын, өзіңізді көрсетіп қалу үшін күш салуды талап ететін жағдай. Жұмыс орныңызбен байланысты, табыс көзімен байланысты шаруада өзіңіздің ішкі қорқыныштарыңызбен күрес, ішкі екі ойыңыздың күресі орын алуы мүмкін. Немесе пікір талас, әркім өзінің бір қалауын алдыға қарай дәлелдеу үшін күрес болуы мүмкін. Алдыға қарай тартатын. Аптаның ортасында кездесу, таныстық, жаңа таныстық орын алады.
кейбір балықтарыма, басы бос балықтарыма жаңа махаббат, жаңа арақатынастың бастамасы орын алуы мүмкін. Алысқа апарар бір арақатынас. Ол махаббатпен байланысты, немесе келісім шарт, серіктестікпен, бір шаруаларыңызбен байланысты арақатынас. Аптаның ортасында сондай бір келісім шартқа отыратын жағдай болады. Өзіңізге сәтті іспен байланысты, іскерлікпен байланысты таныстық, серіктестік, кейде жай ғана бір жаныңызға жақын адаммен араласатын кездесу орын алады. Кездесуге араласуға бір себеп пайда болады. Өзіңізге маңызы бар бір әңгіме орын алуы мүмкін бір адаммен. Кейбір балықтарым сыйлық ұсынатын, немесе сыйлыққа ие болатын жағдай орын алады. Аптаның ортасында сондай табыс көзімен байланысты кіріс келеді, немесе бір келісім шарт арқылы табысқа ие боласыз. Бір қомақты қаржыға ие боласыз келісім шартқа отыру арқылы, немесе сол кейін өзіңізге сәтті бір сәттілік әкелетін, бір алысқа апаратын жемісті жобамен байланысты келісім шартқа отырасыз. Кейбір балықтарыма жай ғана олжа келеді, бір олжаға ие боласыздар. Аптаның соңындағы жағдайда бір ер адаммен кездесу, табыс көзімен байланысты бір шаруаны жақсы шешімін табасыздар, шешу орын алады. Немесе үйлеріңіздің шаруасында, басқа бір істеріңізде, табыс көзінде қолға алған шаруаны аяғына дейін сәтті аяқтайсыздар, соңына жеткізесіз. Аптаның соңында жермен байланысты бір шаруаны қолға алған болсаңыздар, оны да аптаның соңында сәтті аяқтайсыздар. Көп емес болса да біраз кіріс, табыс келеді қолдарыңызға аптаның соңында. Жаңадан бастаған бір шаруаны аптаның соңында сәтті аяқтайсыз. Балаларыңыздың бір шаруасына қатысты істе сәтті аяқтайтын жағдай болады. Немесе балаларыңыздың көмегімен бірге, немесе бір жас баланың көмегімен бірге, қол ұшымен бірге күш біріктіріп бір шаруаны сәтті аяқтайсыз. Кейбір балықтарым аптаның соңында жолға шығатын жағдай болады, табыс көзімен байланысты. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында барлығын өзім істеймін деп тыраштанбай, арасында басқа жандардың көмегіне де жүгіну керек екенін кеңес еске салады. Жанашыр жандардың, туғандарыңыздың, таныстарыңыздың, қызметтестеріңіздің, немесе жоғарғы күштердің көмегіне жүгінуді естен шығармауға шақырады кеңес. Балықтарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.